Әріптестер, сіздерге бір тамаша ойын үлгісін жасауды көрсеткім келіп отыр. Сіздердің әрқайсыңыздың қажеттіктеріңе жарасын, яғни оны сабақтың өзіңіз кез келген сәтінде пайдалануыңызға болады. Сабағыңыздың мүмкіндігіне қарай қазақ тілі, жаратылыстану, математика, дүниетану сабақтарында немесе тәрбиелік шараларыңызда пайдаларыңызға жарайды деп ойлаймын. Яғни оны сабақтың мысалы бекіту мақсатында, сабақты түсіндіру мақсатында, жинақтау мақсатында, бағалау мақсатында пайдалануға болады. Кез келген браузерге сіз, мен қазір Google браузерді ашып отырмын, Lumio деп жазасыз. Содан кейін іздеу батырмасын басқаннан кейін, ол яғни мына екінші болып шығады. Lumio Be Smart деп, яғни безопасный сайт. Осыны басасыз. Осыны басқаннан кейін сіз сол парақшаға кіресіз. Және мына жерде сіз мына Lumio деген басасыз. Басқаннан кейін осы ойынға кірдіңіз ғой. Бұл жерде негізі ағылшынша, бірақ перевести на русский деп алдын ала ойынның түрлерін қарап алуға болады. Бірақ сіз ойын құрастырып жатқан кезде, яғни оның тілін ауыстырмаған жақсы. Себебі сіз ойын құрастырып жатқан кезде орысшаға аударсаңыз, сіздің құрастырған манағы қазақша сұрақтарыңыздың бәрі орысшаға ауысып кетеді. Яғни сіз Lumioға кіргеннен кейін міндетті түрде сіз мына бастапқы тіркелуші болсаңыз, міндетті түрде тіркелесіз. Яғни Google аккаунтыңыз болса, міндетті түрде Googleмен тіркелген жақсы. Facebook'тағы аккаунтыңызбен немесе почтаңыз жазып тіркелесіз. Содан кейін сіздерге осы бір бетше ашылады. Және мына жерде жасыл түсті болып келеді. Осы бір әдемі жасыл түстегі қосу батырмасын басасыз. Осы кезде сізге келесі терезе ашылады. Және оң жақтағы бірінші терезені басасыз. 12 түрлі ойын шығады. Және міне осы жерде ойынның барлығы сізде ағылшынша тұр, бірақ бұл жерде эмблемасында, яғни суреттің өзінің көрсетілген, ол қандай ойын екені. Ал егер мен нағыз түсінбеймін десеңіз, перевести на русский деп ойындардың барлығын сіз орысшасын қарап алуыңызға болады. Яғни игровое шоу, мысалы, жұбын табу деген, мына жерде мысалы кейбір сөздердің жасырылған мысалы бөліктерінің аттарын табуыңызға болады. Манағы сәйкестендірі деген сияқты жиі пайдаланатын ойындар мына жерде мынаны, яғни екі жаққа бөлу керек. Мысалы мына жерде сөздер жазылса, біреуін мысалы сөз таптарын, біреуін манағы басқада деген сияқты, яғни өзіңіз мына жерден барлығын оқып аласыз анықтамасын. Содан кейін сіз өзіңіз бір ойынды таңдап алдыңыз ба? Мысалы мына ойынды мен таңдап алсам, немесе игровой шоуды таңдап алсам, мен енді мына осы бетті қайтадан обновление жасап жіберемін. Мүмкіндік болса обновление жасап жіберген жақсы. Себебі біздер сол таңдап алдық қой, енді ойынымызды таңдап алдық. Енді ойынды таңдап алғаннан кейін мен барамда ойынды құрастырамын. Мына жерге мысалы мен жазамын. Мысалы есеп, мысалы мысалдар, яғни мынау шешуі, немесе шешімі. Енді мысалы 4 қосу 4 қосу 4, шешімі 12. Мысалы 10 қосу 10 қосу 20 тең болады 40. Немесе 50 азайту 20 қосу 30 тең болады 50-да 60. Так, 90 азайту 40 азайту 10 тең болады 30. Яғни осылай етіп ойынды құрастырамыз. Келесі батырманы басып, мына жерден артына балаларға қызықты болу үшін, әсерлі болу үшін фон таңдауыңызға болады. Финиш батырмасын басасыз. Финиш батырмасын басқаннан кейін
сәл-пәл күтесіз, күтіп болғаннан кейін өзі ойын шығады, сосын ойынды ойнайсыз. Мысалы, мына жерде өзіңіз сабаққа байланысты, мысалы, кім тапқыр деген сияқты тақырыбын қойып аласыз да, ойынды ойнайсыз. Так, енді 90-нан 40-ға азайтамын, одан 90 азайту 4 қосу 4, бұл жерде әкелемімен 12 болады. Так, 50-ден 20-ны аламын 30, ол 60 болады. Сосын 10-ға 10 қосамын 20, мынау 40 болады. Так, мен мына жерде есепті өтірік шығарып жібердім да, әріптестер. 90-нан 40 қалғанда 50, 50-ден 10 алғанда негізі 40 болады. Мен апарып 30 деп қойыппын. Бұл енді мен қалай жаздым, солай беріп тұр. Осылай етіп, сіз ойынды ойнауға болады. Немесе қайталап ойнауға болады. Ішін әжеде дауысын шығаруға болады. Мысалы, дауысын шығарып, ал сіз осылай етіп, әсерлетіп балаларға. Мына жерде яғни беріліп тұр өзін нұсқаны. Мына осылай ойнатуларыңызға болады. Осылай ойынды осылай аяқтайсыз. Мына жерде яғни сіз сілтемесін беруге болады. Балаларға да мысалы сілтемені алып, сіз кез келген неде жүктей аласыз. Ойынның, мысалы, құрастырған кез келген ойынның сілтемесін алып, яғни сіз оқушыларыңызға бере аласыз. Осындай керемет ойындарды Сөйлеуме сайтында құрастыруға болады. Сізге сәт барлықтарыңызға көп рахмет.